Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен дәл осындай жуып жұмсақ, өте тойымды картоптан пирожкилер жасайтын боламыз. Менімен бірге видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен бізге қажет болады жылы су, жылы сүт, шекер, тұз, ашытқы, сары май және ұн қажет болады. Таза ыдысымызға жылы сүтіміз бен жылы суымызды құямыз. Енді тұзымызды саламыз, шекерімізді салып, ашытқымызды салып, венчикпен жақсылап араластырып аламыз. Енді електен өткізіп, 2 стакандай ұн саламыз. Електен өткізіп жасасаңыздар, жақсы көтеріліп шығады. Енді венчикпен жақсылап араластырамыз. Тағы кішкене ұн салып, жақсылап араластырып аламыз. Дайындап алған массамыздың үстін жабып, жарты сағатқа алып қоямыз. Бұл пирожкини әркім әртүрлі жасайды. Менің рецептіммен міндетті түрде жасап көріңіздер. Мен қанша жылдан бері дәл осы рецептпен жасаймын. Өте тойымды және жұп-жұмсақ болып шығады. Ал жарты сағатты өтті. Енді пленкасын аламыз. Біздің массамыз дәл осындай болуы қажет. Енді сары майымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Толық рецептін описанияда жазып қалдырамын, сол жерден көре аласыздар. Енді ұндарымызды електен өткізіп, жақсылап алдымен лопатаның көмегімен араластырамыз. Кейін қолымызбен дәл осылай жақсылап қамыр илеп алатын боламыз. Біздің қамырымыз өте жұп-жұмсақ болуы қажет, сондықтан кішкене сұйық майды құйып, жақсылап қамырды илейтін боламыз. Дәл осындай жұп-жұмсақ қамыр болуы қажет. Енді салапан пакетімізді жабамыз және үстін жауып, 2 сағатқа жылы жерге алып қоямыз. Біздің қамырымыз ашып көтерілгенге дейін салмасын дайындап аламыз. Ең алдымен картопты пісіріп алдым және пияз бен фаршты қуырдым. Сары май, қара бұрыш, тұз салып, жақсылап езіп алдым. Ішіне қалаған дәмдеуіштеріңізді қоса аласыздар. Біздің салмамыз дайын болды. Ал қамырымыз да көтеріліп, дәл осындай жұп-жұмсақ болып шығады. Енді қамырымызды сұйық маймен жабыспау үшін майлап аламыз. Бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Менің дәл осы қамырымнан 30 штук пирожки шықты. Сіздер қаласаңыздар осы массаны теңде 2-ге бөліп жасасаңыздар болады. Енді салмамызды салып, жақсылап дәл осындай төгіп аламыз. Кішкене жайып аламыз. Және кішкене салмамызды салып, дәл осылай төгіп аламыз. Төгіп дайындап алған пирожкилеріміздің үстін салапан пакетпен жауып, тағы 15 минутке қалдырамыз. Ол кезде уже газға табамызды қойып, майымызды құйып қыздырып тұрамыз. Үстінен кішкене дәл осылай басасыздар, көп басып жібермеңіздер. Сәл ғана дәл осылай басып қуырып алатын боламыз. Табада майымыз қызып тұр. Енді пирожкилерімізді дәл осылай салып, орташа отта қуырып алатын боламыз. Орташа болғаны дұрыс, сонда іштері жақсылап пісіп шығатын болады. Ал пирожкилерімізді аударып қуырып пісіріп алдық. Енді қағаз сүлгінің үстіне аламыз. Дәл осылай барлық пирожкилерімізді пісіріп алатын боламыз. Достар, менің каналымда әртүрлі тағамдар, десерттер, салаттар, торттардың рецептері бар. Міндетті түрде кіріп көрсеңіздер болады. Барлығы сенімді, неше жылдан бері қолданып келе жатқан рецептер. Пирожкилеріміз пісіп шықты. Дәл осындай ерекше, түстері де әдемі болып, тойымды болып шығады. Міндетті түрде сіздер де менің рецептіммен дайындап көріңіздер. Достар, видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болғандарыңыз үшін алғысым шексіз. Сіздерге осы видеом ұнаған болса, жақындарыңызбен, достарыңызбен де бөлісе отырыңыздар.
Иштери дәл осындай сочный дәмді болып піседі. Достар, менің каналыма жазылмаған болсаңыздар, жазылып алыңыздар және лайк басып, комментарийға өз пікірлеріңізді жазып қалдырыңыздар. Қоңырауша түймешесін де басып қоюды ұмытпаңыздар. Ал сіздерге сәттілік, достар.